сіздерге мен Шұғла және Еркенұр. Бүгінгі видеода біз сіңлімен бірге TikTok лайфхактарын тексеретін боламыз. Біз сіздерге барынша қызықты әрі пайдалы лайфхактарды жинап қойдық, сондықтан сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Сонымен қатар біздің әлеуметтік желілерімізге және де осы YouTube каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеоны бастай берсек болатын шығар, иә? Кеттік. Және де достар, бізге бірінші лайфхак үшін осындай джинсы және резинка ғана қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мына джинсы маған сәл ұзындау. Мен оны сәл қысқартқым келеді. Меніңше шыққан сияқты. Маған жалпынап тұр. Бұның бағанағындай егер жай қайырғаннан көрі түс кетпейтініне кішкене кепілдік бар, себебі резинка ұстап тұрады. Егер сіздің резинкаңыз қатты тартатын болса, онда соны кигізген кезде ол тағы да жиырылу керек деп ойлаймын. Бізде резинканы осындай кең, сондықтан осындай кең болып тұр. Маған жалпы мына лайфхак ұнады. Қолдануға болады екен. So I saw this thing on TikTok and my boyfriend told me that he was going to clean the bathroom today. So we're going to go in and see how well he cleaned. So this is the blacklight camera and oh my ew. Oh. Достар, екінші лайфхак үшін бізге телефон керек, смартфон, скотч керек болатын болады және осындай маркерлер. Біреуі қызыл, біреуі көк. Мен де қызыл табылма, сол үшін осындай розовый алдым. Және де біз алдымен скотчтың осындай үш қиынысын жасап аламыз. Бір-бірден осылай камераға және вспышкаға осылай клеить етеміз. Бірінші слой бізге көк фломастер кетеді. Келесі скотч. Тағы да көк. Енді үшінші слой бізде қызыл. Фломастер немесе маркер жарай береді. Мен ручка туралы білмеймін. Сондай үш слой шықты. Қазір біз ваннаға баратын боламыз және тексереміз. Енді достар, қазір көріп тұрсыздар, біз қазір ваннадамыз. Және мен қазір мына жерге тағы да су бүркіп жіберейін. Осыған дейін де дайындап қойған болатын, бүйтіп су бүркіп. Надеюсь, бұл лайфхак жұмыс жасайды, себебі мен ваннамды таза кіріп бітетін болдым, айғыз болып. Ал біз енді свет өшіреміз. Қыздадым. Енді қазір телефонын қосам. Видео. Достар, меніңше бұл лайфхак жұмыс жасамайды. Міне достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл лайфхак жұмыс жасамайды. Міне тағы да. Бірақ қараңыздар, ешқандай да жасыл жаңағындай әдемі нелер жоқ, су тамшылары ешқандай жоқ. Тек осындай размытый камера скотчпен жасалынған. Бұл лайфхак жұмыс жасамайды. Достар, біз үшінші лайфхакқа көштік. Бағана лайфхак орындамады, ал осы орындалады деген ойдамын. Және де сенімдімін бір жағынан, потому что мен бұрында осындай жасап көргем. Бірақ та сіздерге дәлелдеу үшін түсіріп отырмын. Қазір біз суретпен фокус рет деп айтсам да болады, соны қарап жасап көретін боламыз. Менің қолымда міне екінші телефон. Мен Samsung телефондарында бар ма жоқ па білмеймін, бірақ айфондарда осындай панорама деген бар функция. Осы функция арқылы жасайтын боламыз. Ал кеттік. Ал түрін өзгерт. Все, достар, мен түсірдім. Қараңыздар результатын. Негізінде жақсылап тырысып жасаса, бұны. Қараңыздар. Екеуінің ортасын жақындатып істесе, онда бір суретке сыйдыруға болады. Мынандай кішкене ұзын сурет болып қалып, бір қараңыздар. Және де достар, біздің ойымызша бұл лайфхак жұмыс жасады. Далее мы выбираем любую картинку на белом фоне и распечатываем ее на принтере. Вырезаем, убирая лишнюю бумагу и готовим тарелку с водой. Опрыскиваем всю картинку на непромокающей поверхности. Засекаем минуту и ждем.
Аккуратно берем эскиз и полностью погружаем в воду. Здесь мы засекаем 2 минуты. Пока ждем, опрыскиваем выбранное место духами. Далее берем бумагу и кладем на опрысканное место. Разглаживаем, пропитывая полотенцем. Повторяем последние 2 действия еще раз. Осторожно убираем бумагу, и ваша татуировка готова. Және достар, біз қазір 4-ші лайфхакты тексеруге көштік. Біз қазір ноутбукты және принтерді дайындап қойдым. Татуировка болғанда уақытша. Мен біріншісіне осындай TikTok-тың логотипін таңдап отырмын. Қазір қай суретті таңдасам болады деп отырмын. Менше осы әдемі сияқты. Енді достар, біз осындай суреттерді таңдаған болатынбыз. Олардың обязательно PNG форматында болуын қадағалаңыздар, хотя бы белый фонмен осындай. Суреттеріміз дайын. Тарелка, ішінде су болу қажет. Сонымен қатар осындай духи немесе осындай антисептик. Және менің ойымша спирт қажет болады, сондықтан мені осындай антисептикмен жасап көреміз. Қайшы және де орамал қажет болады. Қазір алып келем. Артық шақтарын қиып тастаймыз. Біздің суреттеріміз дайын. Енді суреттерімізге духи себетін боламыз. Міне 1 минут кетті. Міне достар, осы қағаздарымызды қазір біз суға саламыз. Енді біз осы жолы таймерді 2 минутқа қоямыз. Міне достар, бізде 2 минут өтті. Енді дәл осының үстіне шексіздік бірінші кетеді. Дәл осы орналастырам. Содан кейін тағы да үстіне духи себем. Осылай үстінен басып. Енді сәл күте тұрайық. Достар, бізде бір қателік орын алып, біздің қателікті қайталамаңыздар. Мен суретін басқа жағымен жабыстырып қойып, негізі аударып жабыстыру керек. Ойымда болған, бірақ вообще ұмытып кеттім, ол туралы тағы да духи себем. Және достар, енді мен өзімнің қолыма жасайын деп шештім. Мына жазу ғой, достар. Мен аударсам жаман қалады ғой. Наоборот болады ғой. Я, бірақ сонда да көрейік енді. Жоқ, кішкене қалды. Біз ойлағанда емес, бірақ кішкене қалды. Міне. Сен күн ұзақ күтуге тырысамыз. Достар, мен тағы да үстіне духи септім. Толықтай кепті. Жоқ. Қанша спирт, қанша духи қолданса да. Достар, сіздер көрдіңіздер, бұл лайфхак қалай айтсам болады, 50-50 жұмыс жасайды, иә. Либо бізде спирт дұрыс болмады, хотя бізде духи бәрі дұрыс болды. Видеодағыдай жасадық, сонша уақыт күттік. Немесе принтер басқа болу керек па, менде сондай варианттар, бірақ меніңше бұл лайфхакты жасап қайталап көрудің қажеті жоқ. Лучше сразу стикер или сондай бар ғой. Кезінде популярный болды ондай иыққа жабыстырып алатын, сондай жылтыр золотистый лучше жасап алған дұрыс. Сондықтан бұл лайфхак жұмыс жасамайды. Соңғы 5-ші лайфхакқа бізге осындай платочек керек болады. Менде осы үлкен болып тұрған сияқты қазір көреміз. Және де біз маска жасайтын боламыз. Осы карантин уақытында өте актуальный нәрсе. Осылай аударып аламыз, және де осылай бүктеп шығамыз. Енді бізге 2 резинка қажет болады. Осылай кигізіп қоямыз. Осылай 2 қанатын бір-бірінің үстіне кигіземіз. Енді міне біздің маскамыз дайын. Қазір киіп көреміз. Еркем бір киіп көреді. Негізінде мына лайфхак жұмыс істейді. Бірақ біздің орамалымыз дәу болып кетті ма? Дәу кетті. Біз бұл лайфхакты жұмыс істейді деп санаймыз, иә? Жақсы, егер қолыңызда үйіңізде маскаңыз ұмытып кетсеңіз, осындай платочек болса, осындай маска жасап алуға болады. Лезде. Еще резинкасы да жақсы, себебі ол кәдімгі резинка. Біраз енді біздің платочегіміз дәу болғасын. Қалың болып кетті, сосын бай объем жағынан дәу болып кетті, қараңыздар. Сәл жұқалау, кішкентай болса күшті шығады. Және де достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Біз осы видеода 5 лайфхакты тексеріп көрген болатынбыз.
бірнешеуі жасауға тұрарлық, ал бірнешеуі тіпті оларды жасап та көрудің қажеті жоқ, босқа уақыттарыңызды кетіресіздер. Және де сіздерге айтар менің тағы бір хабарламам бар. Менің Instagram аккаунтымдағы дайректке жіберіңіздер. TikToктан қандай лайфхактарды байқайсыздар, қандайын көресіздер, соны маған жіберіңіздер. Мен ол лайфхактарды міндетті түрде тексеріп көруге тырысатын боламын. Және де барлықтарың сообщениелеріңізде оқуға тырысатын боламын. Бәлкім екінші бөлімінде осындай TikTok лайфхактарын тексерудің именно сіздің жіберген видеоңызды мен тексеретін боламын. Сондықтан ұмытпаңыздар. Менің әлеуметтік желіме және Еркенұрдың әлеуметтік желіне жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Астына ссылкасын қалдырып кететін боламын TikTok және Instagram аккаунттарымызға. Сонымен қатар ең бастысы астындағы қызыл кнопканың сұр кнопкаға айналуын қадағалаңыздар. Дәл қазір қараңыздар, жастыға түсіп, бірақ 2-ақ секундтарыңыз кетеді. Ол сізде қызыл ма, әлде сұр ма? Егер сұр болса, онда молодцы. Ал қызыл болса, онда міндетті түрде сұрға айналдырайық, жарай ма? Және де осы видеоның астынан өз ойыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, егер ұнайтын болса, сіздердің көңілдеріңізден шынымен де шықса. Сонымен қатар жаңағы подписаться еткен кезде қасындағы қоңырау шанына басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларым туралы бірінші біліп отыратын боласыздар. Және де осымен біздің видеомыз тамам. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Шын жүректен біз осы үшін көп тырыстық. Ал сіздермен бірге болған мен Шыла және Еркенұр.